Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Өмірдің мәні не? Айналана қызмет етіп, көмек көрсету. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір бойы адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ. Ешкім шығара алмас қиын есеп. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өмір сүрудің 2 заңын білген адам бақытты болады. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Ең жақсы мектеп өмір мектебі. Терең су жай ағады. Ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кет дегендеп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өмірге наразылық танытқанша, мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Мен өмірді шексіз сүйем, өйткені бір жанға керек екенімді білемін. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Бұл өмірде жалғыз бақыт, тоқтаусыз алға қарай талпыну. Өмір сізге езу тарту үшін, оған бастапқыда өзіңіз жақсы көңіл-күй сыйлаңыз. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады.